футболшылары да сақ тұр. Аят футболшылары өтті жоғары деңгейдегі ойын көрсетіп жатыр. Қазір капитаның өзі қателік қалды және гол! Андерсон Патросиналдес. Капитан Азат Валиулиннің қателігінің салдарынан Аят ойыншылары бірінші болып гол өткізді. Семей командасы 7 минут 17 секунд қалған кезде үзіліске дейін есеп ашты. Жайме бастаған жігіттер. Енді бұл жерде қараңдар, Азат Валиулиннің өрескел қателігі нәтижесінде гол бар. Тамаша гол. Және есеп 1-0. Бүгін Андерсон және басқа да Семейдің ойыншылары қарсыласына мүмкіндік қалдырмауға тырысады. Және қазір қараңдаршы, тамаша эмоция, Семей фанаттардың көңіл күйі және есеп 1-0. Дави Перейра Мендоса не айтып жатыр? Қорғандар деймін, әрине. Есенаманов. Төреғазин өз соқ жасайды. Ринат Төреғазин. Қазақстан құрама командасының ойыншыларының бірі Төреғазин есеп кесіледі. Пас береді деп тұрған кезде Төреғазин басқаша шешім қабылдады. Тамаша есеп 2-0 болды. Үзіліске дейін паркет иелері 2 гол салды. Ринат Төреғазин. Бағана Рикардо сияқты керемет финтпен көзге түскенде деді таза гол салып көзге түсті. Тамаша. Әдемі Төреғазин қарымта шабуылда дем аяқтады. Пасты алды, жан-жағына қарады. Есенамановты ашып тұрған, бірақ ол бірден өз соққы жасады. Бір жағынан Дмитрий Бондаревті жаңылыстырды. Нәтижесінде Ринат Төреғазиннің голы Семей командасына өте қосымша сенімділік алып келіп отыр Семей жігіттеріне. Бірақ Аят командасы мұнымен тоқтап қалады. Тейшера аяғын мезгілінен кешірмеп қалған сияқты. Гильермо Тейшера да Крuz Lima. Семей 3-0 болды. Семей командасы бүгін жеңіске жетеді, ардақты ағайын. Болды. Жеңіс құтты болсын. 2 матчтың қорытындысы бойынша таразбас теңесті деп айта берсек болады. 99,9% жағдайда алаң иелері бүгін жеңіске жетеді. Қонақтарды 0,1 ғана пайыз құтқарып тұр бұл жерде. Қараңыздаршы, қарымта шабуылға шыққан сәт енді жай ғана допты тастамаса не істейді басқа? Не істейді бұл жерде? Әрине гол, әрине қауіпті. Әдемі мүмкіндікті тамаша пайдаланды Семей ойыншысы және есеп 3-0. Ришат Котляров есепті еселеді. 3-0. Аят командасы қазір енді лайықты түрде дейміз бе? Ұтып жатыр. Тағы да 4-ші гол кіріп кетуі мүмкін, ардақтаға. 4-0 болды. Шыңғыс Есенаманов есепті еселеді. Қазақстан құрама командасының ойыншысы, Семейдің биылғы маусымдағы капитаны, көшбасшысы Шыңғыс Есенаманов есепті еселеді. Ал алғашқы қателік капитан Азат Валиулиннен басталған еді. Бұл бірінші таймда болған жағдай. Осылайша Семей жігіттері әр таймда 2 голдан салды. 2 голда сондай бір жеңіл салды. Жеңіл болғанда қалай? Осыған жету үшін де қарсыласты қыспаққа алды. Мүмкіндік берген жоқ және қарсыластың қақпасын тастап кетуіне мәжбүрледі. Сөйтіп барып гол салды. Сондықтан да барлық гол лайықты. Семей жігіттері бүгін жеген ойындарын жаңа айтқан болатынбыз, құрметті көрермен қауым. Кеше қағаз 5-ші гол кіреді ау. 5-ші гол кіреді, 5-0 Аргентина Ямайка арасындағы әйгілі әннің сөзіндегідей 5-0 есебі тіркелді. Семей қазір Аят командасының қорғанысын шашып тастады. Жалпақ тілмен айтқанда шашып тастады. Кеше 5-6 болған. Пенальти сериясында Аят жеңіп кеткен еді. Бауыржан Өмірбаев гол аттырып. Сондай-ақ 31 мамырда, наурызда Семей Аятты сыртта жеңді 1-2. Аят оның алдында бір күн бұрын 3-2 есебімен жеңді. Семейдегі ойында Семей Аятпен 4-4 ойнаған еді және алғашқы матчта 5-2 есебімен жеңіп кеткен болатын. Бұл жолы таза 4-0 есебі тіркеліп жатыр. Яғни бұл командалардың арасындағы 6-ші ресми матч, 6-ші ойында